Армысыздар достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгін бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы ақшаны жақын туысыңызға табыстау мәселесі. Өте күрделі тақырып достар. Асықпай қолдарыңызға қалам алып, мұқият тыңдаңыздар. Сонымен достар, тақтаға назар аударыңыздар. Яғни табыстау орысша уступка болады. Осының алдыңғы видеода мен жаңа шектік сома жайында айтқанмын. Бұл жолда тағы бір қайталап кетейін. Яғни менің мысал келтірейін, жасым 24-те, шектік сомам 2.850.000 теңге. Бірыңғай жинақтау зейнетақы қорымда 3.500.000 теңгем бар. Яғни одан 2.850.000 алсам 650.000 теңге. Міне. Сонымен достар, мен 650.000 теңгемді белгілі бір мақсаттарда қолдана алам, оның ішінде жақын туысыма табыстай аламын. Енді мен бұл 650.000 теңгені қазіргі таңда ешқайда қолданбаймын. Маған ол ақша керек емес. Яғни мен жақын туысқаныма көмектескім келеді, сол кісі үй алып алсын деп. Сонымен жақын туыстар кімдер достар? Тағы да қайталап өтейік. Күйеуі, әйелі, әкесі, анасы, бауырлары, балалары, бір әкеден бір анадан туған жаңа балалар. Осылар жақын туыстар бір-біріне жаңа ақшаларын бере алады. Сонымен біз семейный жаңағы үлкен жаңағы отбасы ақылдастық, ақылдастық бір бауырымызға үй алып берейік деп. Әрқайсымыз мына жерде мысал қарап отырсаңыздар, әрқайсымыз өзіміздің мынандай шектік сомадан асқан артық ақшамызды біліп алдық зейнетқордан. Сонымен менде 650.000 теңгем бар екен қолдан алатын, әкемде 500.000 теңгем бар екен, анамда 500.000 теңгем бар екен, қарындасымда 500.000 теңгем бар екен. Яғни біз ақылдаса келе мына бір бауырымызға үй алып беруге шешім қабылдадық. Енді достар, ең бірінші қадамды кім жасайды? Яғни қабылдап алатын адам, яғни үй баспаналы болатын адам ең бірінші қадамды сол кісі жасайды. Ол кісі жаңағы mpf-отбасы.kz сайтына кіреді да, авторизациядан өтеді. Оны келесі видеода сіздерге толыққанды көрсетіп беретін боламын. Сонымен бұл бауырым үй алмақшы. Үйдің бағасы 10 миллион. Үйді отбасы банкінен алам деді. Отбасы банкінде 50-де 50 шарты. Яғни бұл бауырымда 5 миллионы болу керек. Біз 4 адам болып, бұл бауырыма 2.150.000 теңгені беретін болдық. Бұл бауырым өзі отбасы банкте 2,5 миллион жинап қойған. Және де бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында алатын 400.000 теңгесі тағы бар екен. Яғни шектік сомадан асқан сомасын қолдан алады. Сөйтіп, бұл бауырымда мына ең бірінші қадамды осы бауырым жасайды. Жаңағы сайтқа кіреді, платформаға, сайтқа кіреді, авторизацияны өтеді. Авторизацияны өткеннен кейін мына бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында жаңа 400.000 теңгесін отбасы банк арқылы үй алам дейді да, тапсырыс береді. Болды. Келесі қадамдарды әрқайсысы, яғни мен, әкем, анам, қарындасым, төртеуміз өзіміздің жаңағы ECP кілтпен платформаға кіреміз да, мына бауырымыздың әрқайсысы иінмен соманы тереміз да, ақшаны осы бауырымызға береміз деп өтініш қалдырамыз. Бітті достар. Өтініш қалдырамыз. Өтініш қалдырғаннан кейін ол 5 күннің ішінде әрқайсымыздың жаңағы арнайы шотымызға түседі. Арнайы шотымызға түскеннен кейін біз туысқандық қарым-қатынас дәлелдейміз. Яғни менімен бұл бауырымның арасында туу туралы куәлік, өзімнің туу туралы куәлік, бауырымның туу туралы куәлігін, жеке куәліктерімізді жаңа вложение жасаймын да, мен растаймын, действительно бауырыма берем деп. Арқартай әкем мен бауырым, яғни бауырымның туу туралы куәлігін, әкем өзінің жеке куәлігін вложение жасайды, анам да сол сияқты, қарындасым да туу туралы куәліктерін вложение жасаймыз да, растаймыз. Ал бауырым өз ECP-сі жаңағы платформаға кіреді да, ол ақшаны қабылдап алады. Сөйтіп қабылдап алғаннан кейін бауырымда міне жаңағы общий жаңағы шотында 5 миллион ақша пайда болады. 5 миллион ақша пайда болады. Міне көрдіңіздер ме? Яғни алғашқы жарна дайын. Яғни достар, бұл жерде сіздерге айта кететін бір мәселе. Осы ақшаны қолданбас бұрын бұл бауырым менің отбасы банкіне келіп, төлем қабілетін растап, 10 миллионға жаңағы қаражаты жете ме, жетпей ме, соның бәрін біліп алған болатын. Сіздер де солай жасаңыздар. Алдын ала біліп, сіздің доходыңыз жете ме, кредитный историяңыз таза ма, алатын пәтеріңіз дайын ба, соның бәрін біліп алғаннан кейін осы қадамдарды жасаңыздар. Міне, сөйтіп міне бауырыма 5 миллион жиналды. Құдай қаласа енді баспаналы болады отбасы банк арқылы. Енді достар, көпшіліктің қоятын сұрағы өте бір қалай айтсам болады енді, білместіктен қоятын шығар. Мынандай сұрақ қойып атады. Қараңыз дейді, Рүстем мырза дейді. Мынау мен дейді. Менің зейнетақы қорымда 2 миллион теңгем бар екен дейді. 2 миллион теңгем бар екен. Күйеуімде жаңағы зейнетақы қорында 2 миллион бар екен дейді. 2 миллион бар екен. Осы бүткіл ақшаны қосып, яғни біз 4 миллион жасаймыз дейді. 4 миллион.
яғни ол 4 миллион шектік сомадан асып тұр, сол жаңа шектік сомадан асқанын біз қолдана аламыз ба дейді. Достар, олай болмайды. Яғни мынау ақша, бұны сіз жаңағы шектік соманы ешкімге бере алмайсыз. Ол сіздің болашақта зейнетке шығатын кезде қолданатын ақшаңыз. Құрметті достар, келесі видеода мен сіздерге осы тақырыпты пошаговый жаңағы компьютерден көрсететін боламын. Қай тетікке басу керек, қандай заявкаға қол қою керек, соның бәрін көрсетемін. Бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар. Қош, сау болыңыздар.